Экзопланеталар немесе күн жүйесінің сыртында орналасқан ғаламшар. Экзопланеталарда біздің жүйеміздің планеталар секілді бір жұлдызды айналып жүреді. Ең алғашқы экзопланета 1990 жылы ашылды. Бұл планета бір өшіп бара жатқан жұлдызды айналып жүрді. 2015 жылдың 29 мамырының мәліметі бойынша 1219 планеталық жүйеде 1928 экзопланета ресми түрінде ашылған. Оның 484-і бірнеше планетадан тұрады. Жалпы құс жолында 200 миллиард жұлдыздың білігіне айналатын 100 миллиардтан астам экзопланеталар бар деген болжам бар. Оның ішінде 5,20 миллиарды жерге ұқсас болуы мүмкін. Оның ішінде күнге ұқсас жұлдыздардың 34% өз жүйелерінде жерге ұқсас планеталар да бар. Айтылғандай, біз бүгін экзопланеталар туралы айтатын боламыз. Басталмай жатып арнаға тіркеліп лайк басып кетеміз. Онда біз бастаймыз. Ең бірінші экзопланета. Хыт не дейді деп қайттан. Хыт 189,733 ба. Жерден 63 жарық жылы қашық орналасқан Вальпикула шоқжұлдызындағы экзопланета. Бұл 2005 жылы ашылды. Ол Юпитер секілді планета. Астрономдар бұл планета атмосферасында су мен көмірқышқыл газының барын анықтады. Бұл осы планетадан тіршіліктің болуы мүмкіндігін арттырады, дейді. Екінші экзопланетамыз 51 Пегас ба. Күн тәрізді жұлдыз жанында анық Күн тәрізді жұлдыз жанында анықталған алғашқы экзопланета. Ол жерден шамамен 50 жарық жыл қашықтықтағы Пегас шоқжұлдызында орналасқан. Ол Юпитер секілді алып газ тәрізді планета, және де өз жұлдызына өте жақын орналасады. Өз жұлдызын айналып шығуына 4 күндей уақыт кетеді. Бұдан біз бұл экзопланетаның өз жұлдызында Меркурийдің күнге қашықтығынан да әлде қайда жақын жатқанын көреміз. 55 Шаян күн жүйесі. Не дейді құрсын? 55 Шаян күн жүйесі сары ергежейлі 55 Шаян ақ жұлдызынан және 5 планетадан тұратын күн жүйесінің тыс ең үлкен жүйе. Бұл жүйе Шаян шоқжұлдызында жерден шамамен 41 жарық жылдай қашықтықта орналасқан. 55 Шаян ақ кішкене қызыл ергежейлі 55 Шаян В жұлдызымен бірге қос жұлдыз жүйесін құрайды. 1 РКС 7 16 09 29 1 21 05 24 Б 1 РКС Ж 1 60 929 1 210 524 дейді. Жұлдыздың айналып жүретін экзопланета. Бұл Шаян жұлдызында орналасқан басты тізбектік жұлдыз. Осылайша біздің кішкене ғана мәліметіміз аяқталды. Арнаға жазылып лайк басып кетеміз. Онда қош сау.